Сәлеметсіздер ме балалар? 3-ші сыныптың 120-шы сабағы. Разрядты 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бірінші есепте өрнек пен оның мәнін сәйкестендіріп, Қазақстан суретшілерінің аты-жөнін анықта дейді. Бірінші бізде жақша ішінде 910 мен 310-ның айырмасы берілген. Оны айырмасы 600, 600-ді 6-ға бөлсек 100. Бұл Молдахмет Кенбаев. 930 бен 30-ның бөліндісі 31, 31-ді 4-ке көбейтсек 124 Әубәкір Исмайлов. 65 қосу 650 бөлу 5, 650 мен 5-дің бөліндісі 130, 130-ға 65-ті қоссақ 195 Николай Худов. Жақша ішінде 360 пен 180-ның қосындысы 540 бөлу 6 тең 90 Әбілхан Қастеев. Екінші өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте, тексеруді орында. 189-ды 3-ке көбейтсек 567, 567-ні 3-ке бөлсек 189, 237-ні 4-ке көбейтсек 948, 948 бен 4-дің бөліндісі 237, 59 бен 9-ның көбейтіндісі 531, 531-ді 9-ға бөлетін болсақ 51, 87 көбейту 3, 261, 261 мен 3-дің бөліндісі 87, 294 бен 3-дің бөліндісі 98, 98 бен 3-дің көбейтіндісі 294, 525 бен 3-дің көбейтіндісі 175, 175 бен 3-дің бөліндісі 175, 175 бен 3-дің көбейтіндісі 525, 196 мен 7-ның бөліндісі 28, 28 бен 7-ның көбейтіндісі 196, 351 мен 9-ның бөліндісі 39, 39 бен 9-ның көбейтіндісі 351. Үшінші есеп өрнектерді баған түрінде жазып, амалдар бойынша есепте. 1000 азайту жақша ішінде 472 бөлу 8 қосу 327 мен 3-дің бөліндісі. 472 бұл жерде бірінші бөліндісі бірінші амал, екінші жақшаның ішіндегі екінші бөлу екінші амал, жақша ішіндегі қосу үшінші амал, бірінші азайту төртінші амал, жақша сыртындағы ол 4 амалдан орындалады. 472 мен 8-дің бөліндісі 59, 327 мен 3-дің бөліндісі 109, 59 пен 109-ның қосындысы 168. 1000-нан 168-ді аламыз, сонда 832 шығады. Келесі есеп 185 көбейту 5 азайту 136 бөлу 8 тең. 185 пен 5-ке көбейтіндісі 925, 136 мен 8-дің бөліндісі 17, 925 пен 17-ның айырмасы 908. Келесі 257 мен 3-дің көбейтіндісін азайтамыз 785 пен 5-дің бөліндісіне. Бізде көбейту бірінші амал, бөлу екінші амал, азайту үшінші амал. 257-ні 3-ке көбейтсек 3-ке көбейтсек 771, 785 пен 5-дің бөліндісі 157, 771 мен 157-ның айырмасы 614. Соңғы есеп 187 көбейту 4 бөлу 2 қосу 297. 187 мен 4-дің көбейтіндісі 748, 748-ді 2-ке бөлсек 374. 374 пен 297-ның қосындысы 671. Төртінші кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар дейді. А, В, С. А бізде 17, В 3 сантиметр. Аудан табу үшін екі қабырғасын көбейтеміз. 17 мен 3-дің көбейтіндісі 51 сантиметр квадрат. Келесі екінші есепте бізде А ұзындығы белгісіз, В белгілі, ауданы белгілі. Ұзындығын табу үшін 560-ты бөлеміз 8-ге, сонда 70 дециметр шығады. Үстелдің ұзындығы 70 дециметр. Келесі бізде ұзындығы белгілі, ауданы белгілі, ені белгісіз. Ендеше
75-ті 5-ке бөлеміз, сонда 15 шығады. Соңғыда ұзындығы белгісіз, ауданы белгілі 9 мм, ені 9 мм, ауданы 180 мм квадрат. Ендеше 180 мен 9-ды бөлеміз, 20 мм болады өшіргіштің ауданы. Ұзындығы. 5-ші есеп. Басында балалардың музейге кіру билеті 45 теңге, ал ересектердің билеті одан 25 теңгеге қымбат. 2 ересек және 2 баладан тұратын отбасы музейге кіру үшін қанша теңге төлеуі қажет? Балалар билеті 2 билет 45 теңгеден, ересектер 2 билет белгісіз 25 теңгеге қымбат. Бізде барлығы дегенде сұрақ бар. Сонда 45-ке 25-ті қоссақ 70 теңге. Бұл ересектер билеті шығады. 2-ні 70-ке көбейтсек 140 теңге. 2 билетті 45-ке көбейтсек 90 теңге. Бұл балалар билеті. Сонда 140 пен 90-ның қосындысы 230 теңге барлығы. 2 ересек және 2 баладан тұратын отбасы музейге кіру үшін 230 теңге төлеуі қажет. Әсінде, анасы, әкесі және балалары көрмеге келді. Олар кіру билеттеріне 290 теңге төледі. Көрмеге қанша бала барды? Ересектер билеті 35 теңге. 2 адам. Балалар билеті 40 теңгеден қанша адам екен белгісіз, барлығы 290 теңге. 85 ересек билеті. Сонда 85-ті 2-ке бөлсек 107, көбейтсек 170 теңге ересектер билеті. 290-нан 170-ті алсақ 120 теңге балалар билеті. Ал 120-ны 40-қа бөлсек 3 бала болады. Сонда көрмеге 3 бала барды. 6-шы есеп. Басында оқушылар бірінші күні 3 қатардың әрқайсына 16 көшеттен, ал екінші күні тағы 9 көшет отырғызды. Балалар 2 күнде барлығы қанша көшет отырғызды? Бірінші күні 3 қатарға 16 көшеттен, екінші күні 9 көшет. Сонда 3 пен 16-ның көбейтіндісі 48 көшет бірінші күні, 48 пен 9-ның қосындысы 57. Бұл екінші күнде. Балалар 2 күнде барлығы 57 көшет отырғызды. Әсінде, машина 120 км жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолдың 1/3-ін құрайды. Барлық жүріп өтетін жолдың ұзындығы қандай? Жүргені 120 км, бұл 1/3 бөлігі. Барлық жолдың ұзындығы қажет. 120-ны 3-ке көбейтсек 360, сонда барлық жүріп өтетін жолдың ұзындығы 360 км-ге тең. 7-ші. Асында санды тап математикалық боксы. Досыңнан бір санды ойлауды өтін. Бұдан кейін ол ойнаған санды 2-ге көбейту қажет. Нәтижесін 8-ге қосу. Алынған нәтижені 2-ге бөлу, ойлаған санды азайту. Енді сен жауабын 4 саны деп айта аласың. Бокстың құпиясын ашып көр. Яғни 2 көбейту 2 4, 4-ке 8 қоссақ 12, 12-ні 2-ге бөлсек, бізде 6, 6-тан 2-ні алсақ 4 шығады. Осыған ұқсас есеп қыластыр дейді әсінде. Бір санды ойла, ол санды 4-ке көбейт, нәтижесіне 10-ды қос, алынған санды 9-ға бөл, шыққан саны ойлаған санды азайт. Жауабы не? 2 мен жақшаның ішінде 2 мен 4-дің көбейтіндісіне 10-ды қосып, 10-ны 9-ға бөліп, одан 2-ні алсақ 0 шығады екен. 8 теңдік тура болатындай бір санағыш таяқшының орнын ауыстырып, оны 2 түрлі тәсілмен орындауға болады. Міне сіздерге бірінші, екінші тәсілдерді ұсынып отырмыз. Үлгісін қарап алуға болады. Осымен балалар, біздің арнамыздағы сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әрдайым жаңа сабақтар көретін боласыздар.